барлықтарымыз, тәрбиеші ағай апайларымыз тыңдап отыр. Бәрекелді. Рахмет. Жалпы көзі қарақты қауым сіздің жаңағы Абайдан, Шәкәрімнен, Мәшһүр Көпеевтен мысалға ала отырып айтатын пікірлеріңізді теледидар бетінен, әлеуметтік желілерден көріп, оқып, естіп жүр. Оны мен жақсы білемін. Сонда да сізді тағы да бір таныстырып кетудің артықтығы болмас. Бүгін бізде қонақта абайтанушы, филология ғылымдарының кандидаты Омар Жәлелұлы. Рахмет, Алла разы болсын. Жалпы биыл Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына орай республика көлемінде түрлі шаралардың қолға алынғаны белгілі. Осы орайда біздің мектебімізде өзіндік бір үлесін қосып жатыр. Соның дәлелі шын хакім сөзім асыл баға жетпес тақырыбындағы марафон. Бүгінгі біздің сұхбатымыз салмақты сұхбат болады деп ойлаймын. Осы марафонның аясында өткелі отыр. Тақырып Абайды білмек керек ойлы жасқа деп аталады. Бәрекелді. Сіз сияқты ілімі терең, өресі мықты ғалыммен сұхбаттасудың өзі бір ғанибет. Осы сұхбатқа келісіміңізді бергеніңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Жалпы Абай Құнанбаев жайында Ахмет Байтұрсынов өзінің қазақтың бас ақыны деп аталатын мақаласында былай деп баға берген екен. Абай шын аты Ибрахим Құнанбаев, қазақтың бас ақыны. Бұрын соңғы заманда қазақ баласында одан асқан біз білетін ақын жоқ дейді. Оқып қарасам, ақынның сөзі басқалардікіндей емес. Яғни сөзі аз, мағынасы терең деген екен. Осы мағынасы терең Абайдың өлеңдерін қазіргі жастар жатқа біледі. Біздің мектептің оқушылары да мен оны жатқа білетініне кәміл сенемін. Бірақ, мысалға біздер бір сұхбаттарда менің көзім шалып қалып атады. Кейбір ғалымдар, ақындар, үлкен кісілер айтып атады. Мен Абайды енді тани бастадым. Осы жасқа жеткенде Абайды енді тани бастадым, енді ұға бастадым деп. Енді бірақ жаңа атамыздың өзінде сөзі бар. Ақылмен ойлап білген сөз бойға жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сүйген сөз бар тамырды қуалар дейді. Ал сіздің сыр сұхбаттарыңызда мен байқадым, сіз айтасыз, бастағы білім білім емес, жүректегі, жүрекке түсіру керек оны дейсіз. Енді осы Абайдың өлеңін, Абайдың мұрасын жастарымыз, оқушыларымыз жүрекпен ұғыну үшін не істеу керек, біз не істеуіміз керек? Өте жақсы сұрақ. Абайдың ілімі өзі дәстүрлі қазақтың мәдениетінде өзі білім екі түрлі болады. Біреуі ұлттағы білім, оны Абай ғылым захири дейді, сыртқы ғылым дейді. Екіншісі жүректегі білім, оны ғылым батини дейді, ішкі білім. Бірақ анау сыртқы ғылым қажет емес деген жерде шұқары кірпілмау керек. Сыртқы ғылым не үшін керек? Мысалы, жаңғақтың сыртқы қабығы бар. Егер жаңғақтың сыртқы қабығы болмаса, оның ішіндегі дәнін аламаймыз біз. Сол сыртқы қабығы ішіндегі дәнін сақтайды. Сонда сол жаңғақтың ішіне кіру үшін міндетті бірінші сыртын меңгересіз. Бірақ сыртына қанағат етіп қойсаңыз, онда сізге құр жаңғақ алдым деп мәз боласыз да, бірақ ішіндегі дәнін жей алмайсыз. Сондан сол сыртындағы білім арқылы ішке кіру, іштегі дәнін алу, мәнін алу, немесе абайша айтсақ сырын көру. Әр сөздің өзінің сыртқы қалыбы бар, қалып дейді, форматы бар, сосын ішкі сыры бар, құпиясы бар. Соған кірген кезде ғана ол пайдалы білімге айналады. Сонда өзі қазақ мәдениетінде білім екі түрлі болады. Пайдалы білім һәм пайдасыз білім дейді. Пайдасыз білім дегеніміз сыртқы ғылым. Ол Мәшһүр атамыз айтады, ғылым екі түрлі болады дейді. Біреуі көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстауға болады. 1000 жыл оқы, пайда жоқ дейді. Пайда жоқ. Яғни, мысалы, сен бүкіл рационалды ғылымды жаттап алғанмен, мысалы, сен онда энциклопедия боласында шығасың, жаңағыдай білімдердің жиынтығына айналасың, бірақ ешқандай пайда жоқ. Неге өйткені бойыңа сіңбегендіктен, ол сенің жүрегіңе сіңбегендіктен, сенің жеке адам ретінде, тұлға ретінде саған ешқандай пайда келтірмейді. Сен тек қана бір роботқа айналасың, жаңа ақпараттың бір құралына айналасың. Ондай адамды кез келген компьютер, кез келген сөздік, кез келген жаңағыдай Google айырбастай береді, мысалы, робот айырбастай береді.
қазір сондай адамдар көбейіп жатыр. Жаңағыдай басында көптеген білімдер бар, бірақ бойына сіңбеген, сылақтап сыртында жүреді білімі, бойына сіңбегеннен кейін пайдасыз. Қай тұрғыдан пайдасыз дегенде оның өзіне өзі жетпейді. Оның жүрегіне түспеген білім адамға пайдасыз, яғни оның жүрегіне түспегеннен кейін оның мінезін өзгертпейді. Сонда негізінен осыған келіп, бұл әлгі естеріңізде болса, бұл талай сұхбаттарда айтқанбыз, негізі қазақтың өзі ғылым екі түрлі болады деп қой, жаңағы сыртқы ғылым, ішкі ғылым. Оны Яссауи бабамыз қал білімі дейді, және хал білімі дейді. Қал білімі дегеніміз, анау Яссауи айтады, халің дейді, яғни мынау хал адамның ішкі білімі, ол шырақ сияқты жанып тұрған, майшам сияқты. Халің шырақ, қалың пілте дейді. Бірақ сол майшамның жағу үшін дейді, пілте керек дейді. Жаңағы майшамның ортасындағы жіп керек. Енді осының майшамның енді жану үшін дейді, яшың дейді. Яғни осы майшамның жасы, яқ деген майы сенің көз жасың дейді. Яғни анау халге кірмей, ол сөздің ішіне кіре алмайтын болады. Сонда жаңағы абайды түсіну үшін адамның бас көзі жеткіліксіз екен. Бас көз, көбінесе бізде мысалы адам кейде өмір бойы тек қана бас көзімен өмір сүретін адамдар бар. Балабақшадан бастап талбестен жербеске дейін тек қана бас көзімен өмір сүріп, көзбен көргенге ғана сенетін адамдар бар. Олар абайдан, Шәкәрімнен, Мәшһүрден, Яссауиден еш үлес ала алмайды. Неге? Өйткені олар тек қана сөздің сыртын ғана көреді. Сөздің сыртын ғана мөлшер тұтады. Шын мәнінде енді екінші көз бар, ол жүрек көзі. Сол жүрек, қысқасы абайды түсіну үшін жүректің көзі ашылу керек. Жүректің көзі ашылмаса, онда жаңағы жүректің көзі, мидағы көз, ойдағы көз, бұлардың барлығы бірақ ұғымдар өзі. Адам жүрек көзі ашылған адамның жаңағы ой көзі ашылады, сананың көзі ашылады. Көрмейтін нәрсені көре бастайсыз. Сонда Абай айтады ғой 8 аяғында. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз дейді. Яғни Абаймен диалогқа түсудің басты шарты ойдың көзі ашылу керек. Сонда ғана Абайдың ішкі әлеміне сүңгіп, сол Абайдың сырын ұғып, Абайдан үлес, Абайдан пайда алып, адам іштей өзгеріп, енді бұның әңгімелердің барлығын дұрыс қорыту үшін мынадай бір анықтама айта кетейік, жалпы ғылымның пайдасы деген ұғым бар. Сонда қазіргі кезде бізде ғылымның пайдасы дегенде біз адамдар былай ұғады. Ғылым дегеніміз жаңағыдай жақсы ата-ана балаға шоқ әңгіме айтады, жақсы оқы, жақсы қызметке тұрасың, жақсы ақша аласың дейді. Біздің бүкіл ғылымның пайдасы сол іштен жесем ұйықтасамның төңірегінде де. Ал Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, ғылымның ең бірінші пайдасы адамның мінезін өзгерту дейді. Сонда пайдалы ғылым деп нені айтамыз? Егер адам сол ғылымды оқып отырып, өзгеріп, жақсылыққа қарай, игілікке қарай өзгерсе, міне сол кезде ғана ғылым пайдалы болды дейміз. Сонда қазақ қоғамында мектеп жүйесінде, университет жүйесінде, кез келген білім беру сатыларында осы пайдалы ғылым деген, пайдалы білім деген ұғымдарды біз ақырындап енгізуіміз керек. Егер біз бұны енгізбесек, онда біздің балаларымыз кәдімгі мына бүкіл ғылым білімді миына, басына жинақтаған робот болады да шығады. Қазір сондай робот балалар өте көбейіп кетті. Яғни жүрегі сөнбегеннен кейін ата-анаға қайырсыз, достыққа опасыз, отанға жаны ашымайтын, бүкіл білімін ішсем, жесемге жұмсайтын адамдардың армиясын біз дайындап жатырмыз. Неге? Өйткені біздің білім беру концепциясында пайдалы білім деген ұғым жоқ. Сонда біз көбінесе айтамыз, Әл-Фараби сөзін, тәрбиесіз берген білім ол азаматқа апат әкеледі деп айтамыз. Бірақ соның айтамыз да қоймамыз. Ал шын мәнінде ол батыста білім мен тәрбие ажыратылған, ал қазақ мәдениетте білім мен тәрбие ол егіз, ол оның ішкі бауындай астасып жатыр. Ол қандай тәрбие алады дегенде адам, егер адамның оқығаны жүрегіне сіңсе, сол кезде адам тәрбиелене бастайды, адам өзгере бастайды. Сонда ол мұғалімнің рөлі өте зор. Неге? Егер мұғалім баланың жүрегіне жол таба білсе, білім бере отыр. Ол айырмасы жоқ. Ол математика болуы мүмкін, ол физика болуы мүмкін, ол химия болуы мүмкін. Міндетті емес тек қана гуманитарлық білімдер. Кез келген ілімді адамның жүрегіне сіңіруге болады. Сол кезде ғана бала өзгеріп шығады. Сіздің алдыңызға келген бала тек қана математиканы оқып қоймай, ол адамшылықтың асқарына қарай бет алған, ұяты, ары, әділеті бар үлкен азамат топ, яғни халыққа пайдалы азамат топ өсіп шығады.
ол үшін тағы айта айтамын, ол біздің қазақ мәдениетінде өзі білім берудің стандарттары бар. Яғни білім бізде екі түрлі, оқығандар бар, және тоқығандар бар. Оқығандар тек қана жаңағы баспен ойлайтын, рационал білім алғандар, оқығандар, бірақ тоқымағандар, яғни бойына жұқпағандар, ондай адамнан жақсылық күтуге болмайды дейді мәшһүр. Ондай адамнан жақсылық күту абсурд дейді мәшһүр. Мысалы, қазір бізде оқығандар көп толып жүр, мысалы, қайырымсыз, ата-анаға қайырымсыз, үкіметке пайдасыз, отбасына зиян келтіретін, адами қатынастарда жаңағыдай әділетсіз. Бұны бұлар оқығандар, бүкіл білімін зұлымдыққа жұмсайтын адамдар, олар оқығандар. Ал тоқығандар, оқығанын жүрегіне түсіріп, әділет пен мейірім, махаббат оянған адамдар қазақ тоқыған дейді. Сондықтан бізге қазіргі кезде оқыған адамдардан гөрі оқыған адамдар бізге жеткіліксіз, бізге қазір тоқыған адамдар керек. Міне сондықтан Абайдың ілімі осы оқуғарлығын, Абай оқыңдар дейміз ғой, мысалы. Шынымен де егер ақиқатын айтатын болсақ, Абай бізге оқып қана оқуды қажет етіп, Абай бізден өзінің сөздерін жүрекке тоқуды, жүрегіне сіңіруді талап етіп отыр. Яғни тоқыған адамдарды көргісі келеді Абай. Сондан мен айтып отқан әңгімелердің барлығы ол жаңалық емес, қазақ мәдениетінде бұрыннан бар. Абайдың айтып отырғанда жаңалық емес, ол бұрыннан бар нәрсе. Тек Абай жеткізіп отыр соны. Өз кезегінде мен де осы Абайдың ілімін сіздерге жеткізіп отырмын. Ертең мысалы осыны оқыған талапкерлер ол да халыққа жеткізеді. Жалпы бір нәрсені, жаңа нәрсені ойлап табу деген мүмкін нәрсе емес қазір. Біз тек қана айтылған нәрселерді ұғып, соны жеткізе білсек, сонда ғана үлкен нәтижеге жетеміз. Енді сондықтан мысалы Дарын мектебіндегі бұл жердегі қазіргі кезде бұны ешқандай оқулық, ешқандай супер оқулық бұл адамға ілімді тоқталмайды. Бұл қалай жүреді деген кезде бұл ілім жүректен жүрекке өтеді екен. Жүректен жүрекке өтеді. Қазақ айтады, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Сонда Абайды түсіну үшін, Абайдан пайда алу үшін, ол үшін ұстаздың өзі Абайды жүрегіне сіңірген ұстаз болу керек. Сол жүрегіне сіңіріп, махаббаты оянған ұстаз ғана шәкірттің жүрегіне сол Абайдың ілімін жеткізе алады. Міне қысқаша айтқанда Абайды оқытудың методикасы осындай. Әйтпесе қазіргі кезде бәрі ойлайды көбісі, Абайды аз оқытып жатырмыз, немесе оқулық аз, сағат аз, оған қарамайды ол. Ол тағы айтамын, жаңағы Құдай жүрегіне сөз салған адам, жаңағы енді тыңдау, бұл енді ұстаздың ғана несі емес, енді бұл жерде процесс екі жақты жүреді. Тек қана ұстаз жүрегі ашылып, алдында отырған адам құлықсыз болса, ол кәмсіз. Сондықтан алдында отырған шәкірт, сондай мәшһүр айтады, бұл қалай жүреді дегенде, айтушы дейді, ол Құдай жүрегіне салған сөзін айтады. Тыңдаушы өзінің жанын дейді, өзінің жанын. Айтушының жанына сұқ қою керек дейді, жанды жанға сұққанды. Сонда бұл процесс қалай жүреді дегенде мәшһүр айтады. Сөзді ұққанға, яғни ұғу деген бар. Көп адамдар естиді Абайды, бірақ ұқпайды. Енді сол бұл сөзді кімге айту керек? Ұғатын адамға, яғни жүрек көзі ашылған адамға. Егер сен маған әңгіме айтып отқанда ол басқа нәрсені ойлап отса, ақша ойлап отса, карьера ойлап отса, бөтен нәрсені ойлап отса, ол сен айтқан ұқпайды. Ол оның жүрегі, көңілі басқа нәрседе. Алаңдаулы ол. Сондықтан тыңдайтын адам дейді, өзінің жанын айтушының жанына сұқ қою керек дейді, мына мәсіні галошқа сұққандай. Немесе бұны мәшһүр түсіндіреді, оңтүстік өлкелерде, ағаш егетін жерлерде мындай бір әдіс бар. Ерте көктемде алма ағашының бұтағын кесіп, екінші бір бұтақты кесіп әкеп, соған кіргізіп қояды. Оны паиондау дейді. Кейін сол жерде орап тастайды, сол жерден жаңа бұтақ өсіп шығады. Сол сияқты тыңдаушы мен айтушының арасында сол жанды жанға сұққан кезде ғана осы хал ілімі, мен айтып отырған, жаңағы ішкі білім жүзеге асады екен ғой. Сонда ғана тыңдаушылар мен айтушының арасында үлкен бір рухани байланыс орнайды. Сонда ғана үлкен нәтиже болады. Сонда сөзімізді қорыта айтатын болсақ, сонда мәшһүр айтады, сөзді айт ұққанға, жанды жанға сұққанға дейді. Айтып айтпай не керек, құлағын мақтамен тыққанға дейді. Сонда бұл жерде мына баста құлақ туралы әңгіме отқанда, бұл жүректің құлағы туралы. Шәкәрімнің айтатын сол жүрегінің ашық көзін дейді. Абай айтады, жүректің көзі ашылса дейді. Жүректің көзі құлағы дегеніміз, ол адамның ішкі жан дүниесінің ашық болуы. Бұл ішкі жан дүниесінің ашық болуы, ол тек айтушыға байланысты емес, тыңдаушыға да байланысты.
екеуінің арасында жүректері, құлақтары ашық болған кезде ғана, жүректің көзі ашық болған кезде осы абайды ілімін түсіну, бойға сіңіру, яғни адамды өзгерту, яғни қазақ қоғамына пайдалы азаматты дайындау деген процесс сонда ғана жүзеге аса бастайды. Бірақ Омар Жәлелұлы өте әдемі дәлелді пікірлер келтірдіңіз. Энциклопедиялық білімнің ол негізгі білім емес, білімді көкірек көзіне біз құя білуіміз керек, ала білу қажет. Және дегеніміз көпті жасағаннан сұрама, қазақтың көпті көргеннен сұрайды мақалына келтіреді, осыған сайып тұр екен. Жақсы, жаңа сіз бір жоғарыда шәкәрімнің мінезге қатысты бір әдемі пікірін келтірдіңіз. Мен соны әрі қарай өрбіткім келіп тұр. Жалпы біздің әжелеріміз, үлкендер айтып жатады, баланы дүниеге әкелгенмен оның мінезін әкелмейді екенсің дейді. Мінезі туа бітті мінез болады екен дейді. Ал Абай айтады, өзінің афоризмде тұратын 37-ші қара сөзінде: менің қолымда закон қуаты бар кісі болсам, адамның мінезін түзеп тілін кесер едім дейді. Не айтасыз? Осы сөздің астарында қандай бір хикмет бар екен? Бұл жерде мынау мінез деген бар. Адамда өзі екі түрлі мінез болады. Туа бітті мінезі болады, туа бітті. Оны мысалы психология темперамент. Мысалы, сангвиник, флегматик, меланхолик деп бөлінеді. Мысалы, ол туа бітті, мысалы, момын адамдар бар, өмір бойы момын болу деп. Мысалы, ол темперамент өзгермейді. Мысалы, темперамент деген болады, біреу мысалы қызуған болып болады. Мысалы, біреу мысалы орташа, біреу мысалы кішкене саябырлау, бостау, әртүрлі адамдар. Бірақ мынау адамның мінезі деген болады. Мінез дегеніміз қайдан шығады деген кезде, бұл адамда мынау адамның денесі бар ғой, денесі. Адамның денесінің жаны, оны нәпсі дейді. Нәпсі. Арабтар ан-нәпс деген бірнеше мағынасы бар. Соның біреуі дененің жаны, адамның өзі, нәфәс дейді. Адамның демі, осында көптеген мағыналар бар да. Сол нәпсі. Ол адамның туған кезде, сол нәпсі мындай бір неде болады, сатыда болады. Осындай бір түрде болады. Нәпсінің өзі жеті сатысы бар, соның біріншісі нәпс әммәре бейусу дейді. Мінез өзгерту деген ілім бар өзі бізде. Мінезді өзгерту ілімі, армения осыған ілім бар екен ғой өзі. Оны мысалы бізде сопылық дейді, сопылық. Орыстар суфизм дейді, ғылымда оны тасауф дейді. Егер ол тасауф не десеңіздер, мінезді өзгерту ілімі. Көрдіңіз бе? Мінезді өзгерту ілімі. Біз айтып отырған жаңағы мінез өзгермейді десек, онда ол ілімнің де қажеті жоқ. Онда егер адамның мінезі өзгермейтін болса, онда мектеп, балабақша, университет, тәрбие, әртүрлі мысалы шаралар, оның бәрі қоғам онда кәдімгідей, біз онда жабайы аңдарға айналып еді, егер өзгермесек біз. Сонда ол адамның мінезі өзгереді. Сонда ол нәпсіні дейді, тәрбиелеу керек дейді. Осы ұстаздар айтады. Нәпсінің тәрбиесі қалай жүреді дегенде, оны не дейді? Нәпсін тәрбиелеу. Мысалы ол мынау еңбек нәпсін тәрбиелейтін, оқу, адамның өзгеруі, адамның санасының ашылуы, осының бәрі нәпсін тәрбиелейді. Сонда адам нәпсісі әмір беруші. Қазіргі кезде біз көп адамдардың 99% мәлкім сол әмір беруші нәпсінің құлағында. Әмір беруші нәпсіне дейді: ішемін, жеймін, ұйықтаймын дейді. Болды, әмір беріп тұрды. Сонда біздің ақылымыз соған жұмыс істеп жатыр да қазір. Сол әмір беруші нәпсіге. Енді адам өзінің нәпсін танып, сол нәпсін өзгертсе, енді ол нәпсі екінші сатыға өтеді екен. Ол енді ұялатын нәпсіге өтеді. Жаңағы нәпсі лауама дейді, ұялатын нәпсі. Яғни адамның, мысалы, бала кезімізде біздің теңдіктеріміз қазір ұяламыз мысалы. Өйткені біздің нәпсіміз өзгеріп жатыр қазір. Сол білім арқылы ақылымыз өсіп жатыр, ақылымыз арқылы нәпсі өзгерген кезде екінші сатыға өтеді екен, ұялатын нәпсі. Нәпсі лауама. Одан кейінгі нәпсі келесі сатыға өтеді. Үздіксіз тәрбиенің күрестің нәтижесінде ол нәпс мутмин, тынышталған нәпсі. Көрдіңіз бе? Міне сонда осы сатыларды өткен кезде адамның нәпсі тәрбиеленіп, адамның денесінің ішіндегі жаны біртіндеп бостандыққа шығады екен ғой. Өкінішке қарай, біздің жанымыз нәпсінің ішінде. Сол нәпсінің қалауына жұмыс істеп жатыр да. Сол ішсем, ұйықтасам. Сондан қазіргі кезде көп адамдар ғылым білімнің өзін сол
мектепке барады, университетке түседі, бакалавр оқиды, магистратура, докторантура, осының бәрі сол жаңағы нәпсінің ішем жесем үшін оқып жатыр да көбісі. Содан олардың мінезі ешқашан да өзгермейді. Олардың мінезі өзгеру үшін сол нәпсінің ішіндегі ақылды босатып алу керек. Ақыл босаған кезде ақыл нәпсіге бұйрық бере отырып, нәпсінің шын өзінің ролін, өзінің функциясын түсіндіріп бергеннен кейін ғана барып, ақыл бостандыққа шығып, Құдайды тану, ақиқатты тану, әлемді тану дегендер жүзеге аса бастайды. Оған дейін біздің қазір ақылымыз сол нәпсінің зынданында, шәкәрім айтады, нәпсі үйінде байлаулы ынсап жатыр. Ынсап деген ақылдың несі да, көрінісі, ынсап. Ынсап дегеніміз артықта қалмай, кемде қалмай, дәл ортасын табу. Ол ынсап дейді. Сол нәпсі үйінде байлаулы ынсап жатыр дейді. Сопысынып, ақсынып, әуре болмай, ер болсаң босатып ал сол зынданнан дейді. Ғылым, білім әртүрлі айтса дағы жиын осы сөзбен тәмамдалған. Яғни, қазір сондан адам өзінің шын жанын, нәпсінің құшағынан, құрсауынан, түрмесінен босатып алмайынша, әңгіменің бәрі бос әңгіме болып қалады. Сонда өзіңді таны деген әңгіме бар ғой. Мындай бір ғұламалардан қалған сөз бар. Кім өзін таныса дейді. Оны негізі нәпсін таныса деп тұр да, мысалы. Мән ғарафа нәпсихи фухуд ғарафа раббихи. Кім нәпсін таныса, Раббысын таниды дейді. Кім нәпсін таныса, Құдайын таниды. Сонда мәшһүр айтады, бұрынғы қазақ ақсақалдар айтатын дейді. Бір адам ренжігенде, бұл жаман өзін танымай. Өзгені қайдан таниды дейтін де сөз. Сонда өзін тану дегеніміз не? Ол нәпсіңді тану. Мына орыстар айтады, орыстарда бұл нәпсі деген ол бүкіл халық, бүкіл адам болғаннан кейін ол орысқа, ағылшынға, Қытайға бәрінде бар нәпсі адам болғаннан кейін. Сонда әр мәдениет бұны әртүрлі шешеді. Сонда орыстар айтады, врага надо знать в лицо дейді. Жауды жүзбе-жүз тану керек дейді. Яғни нәпсі, адамның негізгі жауы нәпсі. Қалай нәпсіңді танисың, солай өзгере бастайсың. Солда адам мінез өзгереді. Сонда мәшһүр айтады, мынау ұшқан құс дейді, жүгірген аң, жаңа кешегі аспанда жүрген бүркіт, ақсұңқар құс, бұлардың бәрі қалай құнды, қымбат болып отыр. Мысалы, қазіргі кезде ақсұңқар, мысалы, қанша $1000 тұрады да, мысалы, бір ақсұңқар құс қолға үйретілген. Мысалы, мына арабтың шейхтары келіп, осында Қазақстаннан келіп арнайы сатып кетеді дейді, мысалы. Ол мысалы машина, жаңа көлік оның қасында ойнамай қалады, өте қымбат тұрады. Сонда олар немен пұлды болып отыр дейді, қолға үйренумен дейді. Құс қолға үйреніп, нәпсісін жаңағы сындырып, ол пұлды болып отыр дейді. Біз мініп жүрген мына жылқы, кешегі тарпаң жылқы, жаңағыдай тізесін бүгіп, жаңағы су ішкен тарпаң, кешегі жабайы жылқылар, оларды қолға үйренумен құнды пұлды болып отыр дейді. Енді ұшқан құс, жүгірген аң қолға үйреніп атқанда дейді. Адам неге мысалы өзінің нәпсісін тия алмайды? Неге ол мінезін өзгерте алмайды дейді. Сонда менің мінезім өзгермейді деген адам, ол мен нәпсімен менді достастым, мен өзім күрескім келмейді. Мен осы нәпсімді семіртіп, осылай өмір сүре беремін, маған ыңғайлы. Яғни жұмыс істегісі келмейді. Рухани жұмыстан қашатын, нәпсінің ыңғайына көніп, нәпсінің насихатын алып, сол нәпсінің ішсем, жесем деген эгоизм шексіз дамытатын адам, ол түптің түбінде өз үшін де, қоғам үшін өте зиянды. Құранда айтады, кім нәпсін тыймаса, түбінде ол тозаққа түседі дейді. Шын мәнінде ол тозақты әдетте ғана күтудің қажеті жоқ. Нәпсін тыймаған адамдар, нәпсін танымаған адамдар осы дүниеде өз өмірін, отбасының өмірін, қоғамның өмірін тозаққа айналдырып отырған қаншама адамдар бар. Өзінің нәпсін танымағаннан. Кісі өлтіріп, зорлық жасап, пара алып, қыз зорлап, осының бәрі өзін танымағандықтан. Сонда адамда екі өзім бар. Біреуі нәпсінің өзімен, дененің өзімен, бүкіл жамандық, зұлымдық атаулы осы нәпсіден, яғни дененің жанынан, дененің өзімнен шығады, өзімшілдіктен. Енді екінші өзім бар, ол Құдайдың берген өзімі. Ақыл мен жан мен өзім деп тұр ғой абай. Сол ақылды жан, Құдайдың берген ақыл. Оны таныған адам, ол Құдайын таниды. Ол нәпсін орнына қояды, нәпсінде көп тәрбиелей бастайды. Сондан адам Бауыржан Момышұлы кешеде айтқам, тағы айтылмайтын, Бауыржан Момышұлы бір адамға айтады, мен сені жек көрмеймін айналайын, мен сені жек көрмеймін, мен сені
нәпсімді жеп көреді, түсінесіз бе? Өйткені адамның бойындағы жамандық ол нәпсіден шығады. Сол нәпсіні қазақ мәдениетінде ит мінез дейді. Мысалы, мынау нәпсі ит сияқты. Дулат Бабатау айтады ғой, дүние жемтік мен төбет. Дүние жемтік мен төбет, соны бақпай не бақтым? Ырылдап мынау жиырдым дейді. Нәпсі төбет. Сондықтан мынау қазақтың мәдениетінде айтады жаңағыдай, осы сен иттігіңді қашан қоясың? Осы иттігіңді қашан доғарасың? Ылғи маған иттік жасайсың дейді ғой. Сонда ит деген сол нәпсіні айтып отыр. Олар жеті қазынаның біріне салып итті айтып отырған жоқ. Ол ақтарлы сөз. Сонда иттікті тыйып адамшылыққа қарай бет алу үшін әлбетте сол ит нәпсімен таныс болу керек. Егер оны танымасаңыз, онда кешіріңіз, онда сіз тәрбиелей алмайсыз. Дұрыс айтасыз аға, нәпсіні жеңе білу керек, иә. Абай айтқан жаңа екі түрлі мінез, сол бірінші мінезден аулақтап, нәпсімізді жеңу бұл ең үлкен жеңісіміз біздің. Және тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы Абай айтады, адамның адамшылығы ғылым, ақыл, жақсы ата, жақсы ана, құрбы, жақсы ұстаздан болады деп айтады, иә. Осы жерде адамшылық мәселесі ол тәрбиенің жемісі. Яғни Мағжан Жұмабаев айтады, бала тәрбиесі үлкен өнер дейді. Жеке бір ғылым болуды өнер деп айтқан екен. Осы бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі қандай, ұстаздың рөлі қандай? Енді ол былай, ол негізі енді қазіргі кезде адамның адамшылығы ақыл, біліммен болады деген ондай сөз Абайда кішкене бұрмаланып отыр, мәтін. Негізі былай, әңгіме қайдан шығып отыр? Бұл 38 сөз ғой. 38 сөздегі мындай бір сөздер бар. Жалпы адамның адамшылығы немен өлшенеді? Жалпы адамның сапасы. Мысалы, сапа дейді, quality дейді ағылшындар. Мысалы, сапалы адам болып, сапасыз адам болып. Мысалы, біз қазіргі кезде сапалы адамдарға мұқтажбыз. Мысалы, сапасыз адамдар толып жатыр. Ата адам, заты адам емес адамдар толып жатыр бізде. Бізге қазір сапалы адамдар керек. Енді сапалы адам, мысалы, сіз киімнің сапалы екендігін білу үшін сапалы киім деген ұғым не екенін білесіз. Сапалы тамақ ішкім келеді, мысалы. Сапалы тамақ қандай болады деген түсінесіз да? Енді сапалы адам қандай болады? Соны түсінеміз бе? Сапалы адам деген қандай болады? Сонда Абай айтады, адамның сапалылығы дейді, сапалылығы. Ғылым, білімге махаббатымен өлшенеді дейді. Сол 38-ші қара сөзінде айтады Абай. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпен көксерілік болса, сонда ғана оның атасы болады. Сонда адамның сапасы немен өлшенеді дегенде, оның адамдығымен өлшенеді. Ағаштың сапасы ағаштығымен өлшенеді. Сонда адамның сапасы қашан сізден туған бала ғылым, білімді махаббатпен көксейтін болса дейді, сонда ғана оның атадан болады дейді. Енді ол қалай енді жүзеге асады дегенде Абай әрбір тарапынан айтады. Сонда ғана дейді. Яғни адам болудың жолдарын айтып отыр. Біз бұны айтпаймыз, біз мысалы таңертең кешке дейін балаларымызды ұрысамыз. Адам бол сен. Қашан сен адам боласың? Сіз мектепте де ұстаздар бар, қанша бәрі ұрысады ғой. Сен адам болмайсың, сен неге адам болмайсың? Бірақ бұл бәрі жаңағыдай негізсіз жаңағы сөздің жеңіл сөздер. Өйткені біз балаға сен адам бол деп айттың ба? Кешіріңіз, адам болудың жолын көрсетіп беру керек қой. Егер сен өзің білмей тұрсаң, адам болудың жолын, құр бет алды уағыздан, бет алды нотация оқудан ол бала адам болып кетпейді ғой. Сонда Абай нақты айтып отыр. Сонда ғана дейді, яғни қалай адам болады дегенде, жаңа өзі айтты ғой, сонда ғана атадан болады дейді. Сонда ғана Алланы танымақ дейді. Құдайды тану, өзін танымақ, және дүниені танымақ. Сонда адам болу үшін осы үш таным жүзеге керек екен. Құдайды тану, құдайды таныған адам өзін таниды. Өзін таныған адам дүниені таниды. Немесе керісінше, дүниені таныған адам құдайды таниды. Өйткені Абай өзі айтады, біз құдайды тікелей тани алмаймыз дейді. Мына дүниені жаратып тұрған құдай. Сол дүниені танығаным, құдайды танығаным. Мысалы, қазіргі кездегі қаншама адамдар, мысалы, мына жаңалықтар ұшып жатыр, ғылыми жаңалықтар, ол дүниені танып жатыр, мысалы. Космосқа ұшып жатыр, мысалы, Илон Маск жер серіктерін жармай, көп қолданатын, ұшырып қайтадан қонатын жер серіктерін, сосын бірінен бір соңғы, кейін жаңағыдай Марсқа
туризмнің негізін қалап жатыр. Бүкіл жер шарын мысалы тегін интернетпен қамтамасыз ету үстінде, адамзатты мұнайдан, газдан құтқаратын жаңағыдай күн энергиясын пайдаланатын станция салып жатыр. Осылардың барлығы дүниені танығаннан болып отыр да. Міне сол сонда егер сен дүниені танымасаң, дүниені, біздегілер, онда сен адам бола алмайсың. Өйткені мына дүниені Алла тағала, яғни дүниенің физикалық, химиялық қасиеттерін ашу арқылы ол жаңалық ашып отыр. Егер сен дүниені не үшін Алла тағала жаратқан? Алла айтады Құранда, мен сендер үшін дүниені жараттым. Неге? Сол дүниені танып, менің бар екендігіме, менің шеберлігіме тыным қалу үшін, мені тану үшін жараттым дейді. Мен тіпті өзімді таныту үшін дейді Құранда айтады. Кішкентай масаны да, мысалға алудан мен арланбаймын дейді. Қашан сендер мені танығанша дейді. Сонда Құдай шебер. Біз шеберді шебер дегенше Құдайды шебер десейші дейді қазақ, ата қазақ. Сонда Құдайдың шеберлігі не? Бұл дүние, жаратылыс. Біз оның біреуі жоқ қазір бізде. Біз танымаймыз. Неге? Бізде физикада, химияда, ешқандай да ғылым жоқ бізде. Сөйтіп отырып, біз адамбыз дейміз. Сонда Абай айтады, дүниенің ғылымын дейді. Танып, дүниенің ғылымын танымай қалу үлкен бір кемшілік дейді. Түсінесіз бе? Міне сондықтан нағыз адам ол кім дегенде, нағыз адам ол кеше Қаныш Сәтбаев. Қаныш Сәтбаев, Имантайұлы, қараңыздар. Ол Құдай таныған адам, Құдайдың ғылым екендігін біледі. Құдай танығаннан кейін өзін таниды. Неге? Өйткені ғылым арқылы өзін таниды. Өйткені Құдайдың бойындағы 99 көркемдік, 8 субудия сипаты адамның бойында әуелден бар екендігін біледі. Енді ол өзінің бойындағы ғылымын дамыта бастайды, Құдайға қарап. Сөйтіп, сол ғылым арқылы дүниені таниды. Сонда осы адам кім дегенде, Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты айтуға болады. Кешегі Әлкей Марғұланды айтуға болады. Кешегі Мұхтар Әуезовті айтуға болады. Өйткені олар Абайдың шәкірттері. Көрдіңіз бе? Енді сіздің қойып отқан сұрағыңыз былай. Онда Абай айтады. Енді бұл ғылым білімнің табылуының себептері бар дейді. Жаңа ғылым білімге махаббаттың табылуының себептері бар дейді. Ол үшеу дейді. Үш себебі бар дейді. Ғылым білімге махаббаттың табылуының, яғни адам болудың себептері деп айтсаңыз ұқсаңызда болады. Сонда біріншісі дейді хауас сәлим дейді. Хауас деген сезім, сәлим толық сезім. Екіншісі тән саулық дейді. Бұлар туысынан болады дейді. Сонда адам болудың, яғни ғылым білімге махаббат табылуының екі себебі ол баланың тәрбиесінен емес екен. Біз айтып отырған, ол туысынан, от рождения, егер орысша айтайық, кейбір адам түсінбейді, туыс дегенде біз қазір родственник деп қана ұғамыз ғой. Туысы деген сөзді біз ұмытып қалдық қазір. Бұрын қазақ білген, жаңағы сен туған анаңнан айналайын, туысы ерек, кешегі туған ер әбіш, туысы жұрттан бөлек дейді Абай айтады. Туысы, сонда баланың сапасы, баланың ғылым білімге махаббатын оянуы, ол біздің қазіргі әлеуметтік тәрбиеден гөрі оның баланың дүниеге байланысты екен ғой, екі себеп. Сонда хауас сәлим дегеніміз, ол хауас сезім, яғни сыртқы сезімдері, және ішкі сезімдері, жанының ішкі каналдары ашылып туу керек екен бала. Және 12 мүшесі сау болу керек екен. Ғылымның шарты, ғылымды табудың, махаббаттың шарты. Үшінші себебі ғана, сіз айтып отырған, ол үшіншісі ғана. Ол жақсы ата-ана, жақсы ұстаз, жақсы құрбы дейді. Міне. Сондан бала хауас сәлим һәм тәні, мысалы қанша балалар бар, хауас сәлим һәм тәні, бірақ ата-анасы жаман болғаннан кейін, ұстазы жаман болғаннан кейін, құрбылары жаман болғаннан кейін, олар бұзылып, өзінің бойындағы энергиясын, талантын дұрыс жолға емес, қате жолға салған қаншама адамды білемін мен мысалы. Рекет болып кеткен, бандит болып кеткен, өте ақылды, хауас сәлим балалар туған, бірақ ата-анасы дұрыс болмағаннан кейін, ол бойындағы қасиетін адам болудың жолына емес, адам болмаудың жолына жұмсап жатқан адамдар көп қазір. Міне сондықтан сол жақсы туған баланы бүлдіріп алмай, Алланың аманатын жақсы жолға салып жүру үшін ата-ананың өзі жақсы болу керек. Жақсы дегенде бұл жерде хороший мағынасында емес, мен айтып отырмын. Жақсы деп мен элита деген мағынада айтып отырмын. Элитный ата-ана болу керек. Ол жақсы деген сөз, ол запретный, элита деген. Сонда баланың жақсы болу үшін, адам болу үшін, оның білген махаббат ояну үшін жақсы элитный ата-ана, жақсы ұстаз, және ойнаған құрбылары да жақсы болу керек. Осы үшеуі жақсы болған кезде ғана баланың ғылым білімге махаббат оянады дейді. Өйткені баланы ғылым білімге махаббаттандырады дейді.
әлгі айтылған үшеуінен дейді, яғни хавассалим, тән саулық және жақсы ата ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаз. Сонда бала дейді, бала қалай махаббат оянады дейді да? Бала үш түрлі адамнан мінез алады дейді. Ата анадан, ұстаздан, құрбыдан. Қайсысын көбірек сүйсе, мінезі содан көбірек алады дейді. Сондан баланың махаббатын оятып жіберу дейді, бәлкім ұстазға байланысты. Бір ұстазды керемет сүйіп қалады. Сол арқылы махаббат. Немесе ата-анасын жақсы көру. Ата-анасы ғылым білімге жаңағы жақын адамдар, балалар бар. Соға ұстаз оятпаса да ата-анасы ояту мүмкін. Ғашық болу арқылы ата-анасы сүйіп. Немесе ата-анасы да жаман, ұстаздар да нашар, бірақ бір ойнайтын жақсы құрбысы жақсы болуы мүмкін да. Соған еліктеп жаңағыдай ғылым білімге махаббат оятып кетуі мүмкін. Ал енді идеалды жағдай, бұл идеал жағдай. Ата-ана да, ұстаз да, құрбы да, бәрі де жақсы болу керек. Сонда ғана адам, сонда ғана туған баланың ғылым білімге махаббат оянып дейді. Сонда ғана оның ата адам болады дейді. Төрт құбыласы жағы сай, түгел, нық болу керек дейсіз ғой. Әлбетте, егер мысалы сіз мектепте жақсы, ұстаз жақсы болсын мысалы. Сіз жақсылыққа үйретесіз, оның махаббатын оятып жүресіз. Іштегі отын жағып жүресіз. Үйге барғанда ата-анасы надан болса, отқа су септі мысалы. Не болады? Осы жерде мұқтар ардайды. Немесе ата-ана да жақсы, ұстаз да жақсы, бірақ далаға шыққанда бір орман балалармен ойнап, соларға еліп кетсе не болады мысалы, тәрбие. Сондықтан Абай айтады, ата-ана балаға өз идеалды жағдайында, сонда кім айтады? Бұны қалай шешкен дегенде, кім айтады? Әкем туралы атты еңбегінде. Абай әкем де бізді айналасында ұстайтын дейді балалардың. Не істетіп тыймай, еркелетіп, тұрағыл. Абай қасында ұстайтын дейді. Тоғызқұмалақ, ханталапай, дойбы ойнайтынымыз дейді. Балалықпен дейді. Әкемнің қасынан кетіп қалып, жалшылардың, малшылардың балаларын ойнап кетсек, әкем ренжитін дейді бізге. Немене, менен артық тапқан достарың солар ма деп ренжитін дейді. Сонда Абай біліп отыр. Айнала жақсы құрбы жоқ сол жерде. Сол Абай тұрған жерде, Жидебайда мысалы, Абай жалғыз жаңағыдай, жақсы ата-ана, жалғыз қалғандары жаңағыдай жалшы, құлшы, малшылар. Олардың балалары да түсінікті қандай деңгейде екенін. Сонда Абай сонда білген. Абай сонда өзі, неге Абайдың мектебі жемісті болды? Өйткені Абай өзі баласына жақсы ата-ана бола білді, жақсы ұстаз бола білді, және жақсы құрбы бола білді. Сонда әлгі три в одном деген ұғым бар ма орыстарда? Три в одном. Сонда ата-ана идеале. Ол три в одном болу керек қой. Өзі жақсы ұстаз, жақсы ата-ана, жақсы құрбы бола білді. Сонда ғана дейді. Сонда ғана Абай айтады, оның ғылым білімге махаббаты оянып, адам, сонда ғана оның ата адам болады дейді. Дұрыс айтасыз. Омар аға, жақсы бір керемет жауап болды. Жалпы Мұхтар Арында айтады екен, ең табиғи мектеп ол отбасы деп айтқан екен, осы жаңа сіз айтқандай тек мәселесі шығып тұр. Абай мен тектіден ер Әбіш дүниеге келіп жаңа жоғарыда өзіңіз айтып өттіңіз. Осы Әбішке Абай жоқтауы бар, жарына шығарған, өзінің арнауы біршама өлеңін Әбдірахманға арнаған екен. Жасқа жас кәредің атаңның атын жоймаған дейді. Осы өлең жолдарынан Әбдірахман сипатын аңғаруға болады. Мен сіздің бір сұхбаттарыңыздан байқадым, Әбдірахман қазіргі жастар үшін идеал болуға тиісті дейсіз. Әбдірахман таңдадыңыз. Оның қадір қасиетін жоғары бағалайсыз. Өйткені Абай өзі айтып отыр ғой. Мен ескінің соңы едім, сен жаңаның басы едің. Абай өзі айтып отыр. Жаңаның басы едің. Қазіргі заманғы Абайдан кейінгі Абаймен аяқталады ескі заман. Енді қазір жаңа заман басталды. Жаңа заманның басы Әбдірахман еді дейді. Сен жаңаның басы едің дейді. Яғни не? Қазіргі қазақ қандай болу керек дегенде, қазіргі кезде идеал іздеп жүрміз ғой. Қазір қазақ өсуі, кемелденуі, тежеліп жатыр. Өйткені идеал жоқ. Ал идеалсыз адам өсе алмайды. Сонда сол Абай өзі түсінген адамға айтып отыр.
мен ескінің соңы едім, сен жаңаның басы едің. Міне, сонда мен Абайға сүйеніп айтып отырмын. Ол қазір қазақ жасының идеалды бейнесі ол Абдрахман екендігін, және Абайға ғана сүйену емес, мен Абайдың сол Абдрахманға арналған өлеңдерінен ақ қазақтың жасы қандай болу керек екендігін түйсініп, соны ұғып отырмын. Мен осындай мәселелер, Абдрахман туралы әңгіме көп айтуға болады. Абдрахман дегеніміз, сонда Абдрахманды негізі Абдрахман қылып тұрған не нәрсе деп сұрақ қоятын болсаңыз, Абдрахманды Абдрахман қылып тұрған ол ғылым да. Сол Абай айтып отырған жаңағы қашан бір баланың ғылым білімге махаббат оянса, соның ғана атадан болады дегенді Абдрахман Абайдың ұлы тірісінде жүзеге асырған. Естілмей қалды ма? Мен естіп отқан жоқпын сізді. Өкінішке қарай, құрметті достар, мына тікелей эфир тағы да тіреліп қалды, ілініп қалды дей ме? Иә, Ақтөбенің Құсайынов атындағы Дарын мектебінің оқытушыларын мен естімей жатырмын. Ол кісілер мені естіп отқан шығар, бірақ мен сіздерді естімей отырмын. Уақытымыз қанша болды біздің? Бір 15 минут уақытымыз бар екен. Естілмей тұр, естілмей тұр. Сіз мені естіп отырсыз ба? Мен сізді естіп отқан жоқпын. Естіп отқан жоқ, сіз мені естіп отырсыз. Естіліп отқан жоқ, иә? Ақауларға байланысты міне эфиріміз ауада ілініп қалды. Құрметті достар, айып етпеңіздер, бізге байланысты емес екен.